Selam dostlar, осылай пиалайда жасалынатын керемет кекс дайындаймыз. Ол үшін бізге 3 дана жұмыртқа, сұйық май, ұн, қопсытқыш, сосын орех, мейіз қоссаңыз да болады, және қаймақ немесе айран. Менде қаймақ болды. Ендігі кезек бізде жұмыртқаның барлығын жарып аламыз. Оның үстінен қант саламыз. Қант салып, жақсылап араластырамыз. Қант ерігенше. Мінекей, дәл осылай араластырып, ал ендігі кезек қыздар бізде қаймақты салып аламыз. Қаймағымызды салып, оны да жақсылап араластырамыз, біріктіреміз барлығын. Мінекей, бірткенше тез жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ендігі кезек бізде қыздар қопсытқышымызды көз мөлшерімен салдық. 1 чайна ложка салсаңыздар жетеді. Вот соны жақсылап араластырамыз. Ендігі кезек қыздар бізде сұйық майымызды құйып аламыз. Мінекей. Енді массаға біріккенше жақсылап араластырамыз. Мінекей қыздар. Ендігі кезек міне сыртын тазалап алған орехіміз. Оны да саламыз. Жақсылап араластырамыз. Ал енді мінекей ұнымызды саламыз. Шамамен 1 кеседей ұн салдым. Енді оның барлығын араластырамыз. Дәл осындай масса шығу керек қыздар, қараңыздар. Ендігі кезек бізде дайындап аламыз. Мінекей қыздар, пиалайларымызды жақсылап майлап дайындаймыз. Ешқандай уайымсыз газге салсаңыздар болады. Пиалайларымыз сынып, жарылып, ештеңе болмайды қыздар. Уайымдамаңыздар. Мінекей майлап болдық. Енді массамызды осының ішіне жақсылап тұрып салып аламыз. Мінекей қыздар, барлығын салып алдық. Енді 180 градусқа пешке саламыз. Мінекей қыздар, керемет болып шықты. Енді дәмі тіл үйіреді. Өте жұмсақ. Жесеңіз ауызда еритіндей күшті кекстер дайын болды. Қараңыз, ыстық кезінде сіздерге көрсетуге асықтым. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.